бос тұра берсін, бері қарай. Бақырам, бері отыра беріңіз. Алдым қатардан. Кімшілікті түспеді ма? Газ құбырларын басқармасы филиалының Ақбұлақ желілік өндірістік басқармасы үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы жобалық құжаттама қоғамдық тыңдаулардың ашылғаны туралы жариялауға рұқсат етілсін. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес бүгінгі іс-шара белгіленген регламент бойынша ашық жиналыс нысанда өтеді. Қатысушылардың тіркеуі аяқталды. Бүгінгі қоғамдық тыңдау қатысушысының кандидатурасына дауыс беруді сұраймын. Рысқалиев Талғат Даныбекұлы. Келісесіздер ме? Жұмыс тәртібі келесідей. Алдымен жауапты тұлғалар мен мамандардың баяндамалары тыңдалады. Осыдан кейін ашық талқылауға көшеміз. Сіздерге баяндама жасаушы. Саламатсыздар ма? Құрметті қоғамдық тыңдаулар қатысушылары. Сіздердің назарларыңызға Шымкент қаласында орналасқан магистральды газ құбырлары Ақбұлақ желілік өндірістік басқармасы үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы жобалық құжаттаманы ұсынуға рұқсат етіңіздер. Жобаны Сквадра Групп жауапкершілігі серіктестігі әзірледі және 2025-2029 жылдары кезеңін қамтиды. Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы. Ақбұлақ желілік өндірістік басқарма Интергаз Азия орталық акционерлік қоғамының Шымкент магистральды газ құбырлары басқармасы кәсіпорын негізі қызметі Түркістан облысының аумағында бойынша табиғи газды тасымалдау, сақтау және тарату, сондай-ақ Алматы облысы мен Қырғызстан Республикасының газбен қамтамасыз ету. Компрессорлық станция Сайрам ауданында, Ақсу ауылында, аудан орталығынан оңтүстік шығысқа қарай 10 км жерде орналасқан. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтің жобасы. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтің жобасы мына алаңдар үшін әзірленген. Шымкент бір газ тарту станциясы, Шымкент төрт газ тарту станциясы, Зертас газ тарту станциясы. Жоба 2025-2029 жылдары кезеңін қамтиды және кейбір объектілердің Шымкент қалалық аумағында тиісті өзгеруін, сондай-ақ жаңа алаңдарды енгізу және қолданыстағы инфрақұрылымды жаңғыртуды ескере отырып әзірленген. 2025 жылға жүйелік өндірістік басқармасының объектілерінде шығарындылардың 63 көзі жұмыс істейді. Оның ішінде 59-ы рұқсат ұйымдасқан және 4-і ұйымдастырылмаған. Шығарындылар қауіптіліктің 2-4 класына жатады және 12 түрлі ластаушы заттары бар. Шығарындылардың өзгеруі. Алдындағы нормативтермен салыстырғанда шығарындылар көлемі жылына 397 тоннаға артты. 459 тоннадан 857 тоннаға дейін ұлғайды. Ұлғаю себебі жаңағы біздер айтып отқандай жаңа газ тарту станциясын қосты. Зертас деген газ тарту станциясын қосты. Қолданыстағы алаңдарды жаңғырту және жөндеу. Бұл деген ремонтный работа дейді орысша, соны жасау болып табылады. Атмосфераға әсер етуді есептеу ERA-3 бағдарлама кешенінің көмегімен орындалды. Жер бетіндегі барлық максималды концентрациялық елді мекен үшін рұқсат етілген шекті концентрациядан аспайды. Бізде концентрация дегеніміз предельно допустимый концентрация бұл санитарный нормаға сәйкес болып тұр.
жобаның санитарлық ережелерге сәйкес келеді және оның оң санитарлық эпидемиологиялық қорытындыға ие. Нысан қоршаған ортаға әсер етудің екінші санатына жатады. Қалдықтарды басқару бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты қалдықтарды түзілуін және қауіпті қасиеттерін азайту, оларда экологиялық қауіпсіз бақылауды қамтамасыз ету. Бағдарламада қарастырылған қалдықтардың түрлерін және құрамын анықтау, олардың пайда болуының процестерін сипаттау, жинау, тасымалдау, уақытша сақтау жүйесін ұйымдастыру. Қалдықтар көлемін азайту жөніндегі шаралар, қалдықтарды қайта пайдалану, қайта өңдеу, қауіпсіз және мамандырылған ұйымдарға тапсыру. Кішкене айтып өтейін, жаңағы рұқсат етілген нормативтердің жобасы дегеніміз ол ауаға ластаушы заттардың, жаңағы Интергаз-Центральная Азияның ауаға ластаушы заттардың шығарылуы. Соған Интергаз-Центральная Азия налог төлейді үкіметке. Сол үшін жаңағы осы проектімізді дайындалып жатырмыз. Бұл қай жерден шығарады? Енді процесстер бар ғой. Магистральный трубопроводта жаңағы сіздерге газ келу үшін газдың процесстері болады. Сжигание болады, өздерінің ішіндегі отстойлар болады. Высвобождение дейді ғой, метана. Олар природный газға тартады ғой сіздерге. Жаңағы жылу болсын, тамақ жасайсыздар. Сол простым языком, если объяснять, бұл жерде сіздер квитанция төлейсіздер ғой, жылуға төлейсіздер, коммуналкаға төлейсіздер, отходтарға төлейсіздер. Сол сияқты бұл мекемеде өз жаңағы нелерін жабады, сонда потребностьтарын жабады. Сондай проектілерін рұқсат алады. В общем, бәрін айналып келгенде рұқсат алу үшін жаңағы жобаны жасаймыз. Сол жобаны сіздерге оқып беріп отырмыз. Жалғастырайын рұқсат болса. Бағдарламаның 2025-2029 жылдары іске асыру, қалдықтардың зиянды әсерін азайту, қалдықтарды басқару жүйесін жақсарту, қауіпсіз сақтау қамтамасыз ету. Тұтастай алғанда кәсіпорынның экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру. Өндірістік бақылау бағдарламасы. Өндірістік бақылау бағдарламасы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 182 бабына сәйкес әзірленді. Бағдарламаның мақсаттары қоршаған ортаны жай-күйіндегі деректерді алу, табиғатты қорғау талаптарына сақталуын бақылау, қоршаған ортаны теріс әсерді азайту, ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру, төтенше жағдайларда алдын алу, қызметкерлердің экологиялық жауапкершілігін арттыру, өндірістік экологиялық бақылау мыналарды қамтиды. Атмосфералық ауаны жай-күйін бақылау жоспар кестесі, ішкі экологиялық тексеру жоспары, бұзушылықты жою, болдырмау жөніндегі шаралар. Қорытынды жол берілетін шығарындылардың нормативтердің қалдықтардың басқару бағдарламасы және өндірістік экологиялық бақылау жөніндегі жобалау құжаттамасы Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына талаптарына сәйкес әзірленді. 2025-2029 жылдарға арналған іс-шаралар кешенінің енгізілуі. Шымкент қаласы Ақбұлақ желілік өндірістік басқармасы экологиялық қауіпсіздік жұмысын істеуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаға әсерді азайту, кәсіпорын экологиялық қауіпсіздігін мен тұрақты деңгейін арттыру, халықпен бақылаушы органдар үшін өндірістік қызметті ашықтығын қамтамасыз ету. Назар аударғаныңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Жаңағы айтып отқан коммуналка сияқты дегенім ғой, сол мусорға да төлейді. Жақсы, біз қазір келіп отырғанымызда не үшін келдік, мақсат не, нені бұзуымыз керек, нені айтып баруымыз керек. Сол хақында ештеңе білмейсіз, тек қана бағдарламаны оқымаңыз, бағдарлама керек.
Бұл Ақбұлақ дегеніміз Ақбұлақ Самсоновкадегі, дұрыс па? Интергаз дегеніміз mana şu біздің территориядан өткен газ трубалары. Газ трубалары. Сол газ трубалардан шығатын отходлар қайерде жағылады, қандай жұмыстар жасалады, не қылынады, солар туралы біздің аумағымызда солар бойынша қандай жұмыстар атқарылады. Соларды білуіміз керек, біз адамдарға түсіндіруіміз үшін, не қылуымыз үшін. Келдік, бірақ сіздерде сіздер айтып отқандай, мен жаңағы жай немен айтып отырмын ғой, коммуналка сияқты төлейді сіздер. Сол үшін рұқсат алады. Оны төлегенін бізге ешқандай несі жоқ па? Жұмыс кабинеті қысым болды ішінде. Мысалы, қазіргі таңда біздерде ауыстан болған қысымдар. Ол газоблок үстінде ешқандай да бір ауыр жүкпен өтуге болмайды. Оның үстіне қазы жұмыстар жүргізуге болмайды. Жаңағыдай вибрацияда бүлдір жұмыстар істеуге болмайды. То есть бұл жерде қауіп жүргізілуде. Мысалы, сіз көретін болсаңыздар, жол трасса дейміз ғой, асфальт жолын оқырсам тоқталамыз. Жетісумен дейін тоқтауға болмайды деп тоқталамыз. Ол жаңа адамның қауіпсіз болу үшін адамның қауіпсіз. То есть сол аймақтарда үлкен груз машина өтуге болмайды, үстіне тұруға болмайды. Проходящий өтесіздер, бірақ үстіне тоқтауға болмайды. Енді кейбір мысалға есік газоблоктар бар. Ол басқа аймақтарда бар да бізде. Өрдегі мысалы тереңдік болады, мысалға ол жер қыртысына байланысты. 1 метр, жарым метр, 3 метрге кете береді. Ең кейбір жер қыртыстар болады, 1 метрге түсіп қалған жерлер болады. Ол баяғы союз кезінде газоблоктар. Ол жерге соқаны терең салуға болмайды. Ол жағдайды сіздерге айтып кетейін, 2013 жылы болды, Шетсай ауданында болды. Естіген боласыздар, жаңағыдай соқамен өткен, кәсіпсот дейміз ғой, сол мысалы жағып кетті. Мысалы радиусы 200 метр, 300 метр кетті. Ал кәсіпсоттан түсіп қалған жоқ. Адамдар мысалы өйтіп кетті. Сол себепті сіздер мысалға бәріңіз жермен айналысыздар ғой. Сол жерлерде мысалы газоблок жатқан жерлерде соқаны терең салуға, сол жерде үлкен мысалға зақым келтіретін жұмыс істеуге болмайды. Той же самое, от жағуға да болмайды, мысалы мусор жинап өтуге де болмайды. Техника безопасности ол больше. Келесі жобаға көшсек. Біздің талқылаған келесі жобамыз Шымкент 4 газ тарату станциясының антитерроризмдік қорғау жүйесін монтаждау жұмысы жобасына арналған қоршаған ортаны қорғау бөлімі. Тапсырыс беруші Қазорталық Азия акционерлік қоғамы Шымкент магистрлік газ құбырлар басқармасының филиалы жобалық экологиялық құжаттаманы әзірлеуші Элком жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Антитерроризмдік қорғау жүйесін монтаждау тікелей Шымкент 4 ГТС аумағына қарастырылған. Нысанның орналасу ауданы Шымкент қаласы, еңбекші ауданы, аумағы 3234 шаршы метрді құрайды. Ең жақын су нысаны Бадам өзені болып табылады. Шымкент 4 ГТС монтаж жұмыстары жүргізілетін учаске су нысанының оңтүстік бағытта 2020 метр қашықтықта орналасқан. Және де нысан Бадам өзенінің су қорғау аймағына және су қорғау жолағына тығыз орналасқан. Жобалық шешімдерге келетін болсақ, жобаланатын объекттер олар бізде қарсы тарандық шлагбаум, бақылау өткізу бекеті, аумақты қоршау немесе 200 киловаттық электр станциясы болып табылады. Жоба аясында келесі жұмыстар көзделген, олар бізде қарсы тарандық жол бөгегішін және бақылау өткізу бекетін орнату, периметрлік күзет жүйесін орнату, бейне бақылау жүйесін орнату және де жобаланатын дабыл жүйесін енгізу болып табылады. Күзет дабыл жүйесі күзеттелетін объектілерде құқық бұзушылықтың белгілерін анықтаған кезде орталықтандырылған бақылау пунктіне дабыл сигналын беру үшін арналған және де ГТС аумағында сыртқы цилиндрлік IP-не камера орнатылады. Бейне бақылау камераларының аумақ бойынша биіктігі 4,9 метр болады және де сондай-ақ операторлық блок-боксты сыртқы қабырғасына орнатылып, желілік бейне тіркегішті қосылатын болады. Сондай-ақ жобада келесі торлы қоршауды монтаждау, жаяу жүргіншілер қақпасын монтаждау, автокөлік қақпасын бөлшектеу және де тірек түбіріндегі темірбетон фундаментін бөлшектеу қарастырылып отыр. КПП ғимаратының жылумен қамтамасыз ету электр арқылы жүзеге асырылады. Электрмен жабдықтау көзі ретінде жұмыс істеп жатқан кәсіпорынның қолданыстағы электр жүйелері пайдаланылады және авариялық электрмен жабдықтау көзі ретінде авариялық дизель генераторлар орнату қарастырылып жатыр. Газ тарату станциясы Шымкент 4 газды тарату торабының модернизациясына
қолданыстағы газды тазарту торабына тікелей байланысты жүзеге асыратын болады. Және эксплуатация кезінде бізде 0,41 грамм секунду және де 0,45 тонна жылына құрайтын болады. Жұмыстары кезінде ластаушы заттардың бөліну көздер ретінде компрессор, жер қазу жұмыстары, материалдарды механикалық өңдеу, инертті материалдарды, құрғақ құрылыс қоспалары, сырлау жұмыстары, газбен кесу жұмыстары, дәнекерлеу жұмыстары және автокөлік техникасы болып табылады. Қарастырылып отырған нысанда монтаж жұмыстары кезінде барлығы 11 шығарындылар көзі қарастырылған, олардың бірі ұйымдастырылған, ал оны ұйымдастырылмаған шығарындылар көздері. Бұл көздер жалпы санында 24 атаулы ластаушы заттарды шығарады. Монтаж жұмыстары кезінде қауіпті қалдықтар 0,3 тонна, қауіпсіз қалдықтар 43,405 тоннаны құрайтын болады. Жобалық және технологиялық шешімдердің табиғатты қорғау шараларының монтаж жұмыстарымен жобаланған жабдықты пайдалану барысында сақтау нәтижесінде Шымкент 4 газ тарату станциясының антитерроризмдік қорғау жүйесін монтаждау жұмыс жобасы іске асырып, ГТС Шымкент 4 ауылында қолданыстағы экологиялық жағдайды бұзбайды және де қоршаған ортада елеулі өзгерістер және халық денсаулығына теріс әсер күтілмейтін болады. Пайдалану және модернизация кездерінде эмиссиялардың сапалық және сандық шекті көрсеткіштері қалдықтарды түзілуі мен жиналу шешімдерінің барлығы паспорттарға сәйкес қатаң түрде сақталады. Келесі бізде Шымкент 4 ГРС аумағында газ тарату жүйесін жаңғырту жобалық шешімдеріне арналған қоршаған ортаны қорғау бөлімі жаңа айтып кеткендей тапсырыс беруші Казалтау Азия және әзірлеуші Элгон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Шымкент 4 ГТС үшін газ берудің негізгі көзі Бұхар газы ауданы Ташкент-Бишкек ауданы магистралдық газ құбыры болып табылады. Шымкент 4 ГТС құбырының әкімшілік нысаны Түркістан облысы Шымкент қаласында орналасқан. Шымкент 4 ГТС параметрлері өнімділігі бізде 80 мың М сағатына, кіру қысымы 5,4 құрайды, шығу қысымы 1,2 құрайды және пайдалану мерзімі кемінде 30 жыл. Шымкент 4 ГТС газды тазарту торабының модернизациясы тікелей қолданыстағы газ тазарту торабына байланысты жүзеге асырылып отыр. Жаңа айтып кеткендей, табиғатқа және де адам денсаулығына ешқандай зиян тигізбейді. Бұл барлығы бізде экологиялық нормаларға сәйкес жасалған. Модернизация кезінде 0,276 грамм секундына және де 0,216 тонна жылына құрайтын болады. Рахмет, сұрақтарыңыз болса. Сол анау Грестен газ келіп жатыр ғой, қазір бізге Шымкент 4-тен отоплениялар ғой, котеллар, газды, стенный котеллар, бәрі толып қалып жатыр да, сан жағы. Соны сытыр қойса болады ма? Газ. Таза емес қой газ. Жоқ, былай айтайын. Соны көрсек. Қараңыздар, сіздердің котелдарыңызда сажа толып қалып жатыр деп отырсыз ғой, ол бірінші мәселе, ол қараңыз, біздікі интергаздың жұмысы, ол транзитный газ. Одан республикалық, облыс аралық, басқа елді мекен аралық, Қытай, сияқты, Өзбекстан сияқты газ атылу. Бізден өткеннен кейін газ, ол біз ГТС-ке түседі, газ тарату станциясына. Оған дейін компрессорда болады. То есть бізде 2-3 этапта неден өтеді, фильтрдан өтеді. Өйткені фильтрдан өткізбесек, біз өзіміздің жаңағыда оборудованиеміз бар. Onlar басқарылады. То есть сіздерге бізге шыққан таза шығады газ. Енді бізден кейін тұтынушы дейді ғой, абоненттен тарататындар. Ол мысалы біздегі Қазақгаз аймақ деген компания бар. Олар жауапты болады сіздердің еліңізге оборудованиеңізге. Енді екі ортада тұрған затты мен айта алмаймын. Біздікі таза, ана лас деп ше. Сол себепті ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Может сіздің өзіңіздің салған тұрбалыңыздың дұрыс еместігінен бар. Может сіздің оборудованиеңіз дұрыс жанбаса да, ол сажа бөледі. То есть ауа жетіспейді. Газ тікелей ауамен жанады.
газдың ішінде ауа аз болатын болса, ауаны сіздің пешіңіз беру керек газбен. Жоқ, жанбай тұрып сажа жинау. Жоқ, мына саж, енді қараңыз. Содан ол пайда болады сажа. Түсінесіз ба? То есть ары қарай өзіңіздің ауаға қарауыңыз керек сіздер. Осылай түсіндіресіз. Сяга жоқ болса, ана жоқ болса, саржаны қарайды сажаны. Солай. То есть газға кәдімгі ауа керек болады. Сол үшін ауа келеді, газ ішеді, ауа болмайды. ауа болмайды. Сол үшін газ жанғыш ауа болмайды. Ауа дұрыс келу керек, сосын дымақпақтардың газы болу керек. Ондай соған байланысты, жануына байланысты. Мысалы газ плитаны сақта жанып тұратын болса, негізі бәрі анау қазанның ошақтарыңызға қайып кетеді. Соған байланысты. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Газ мекемесі сұрақ қойсаңыздар, тікелей халыққа газ жеткізесіздер ғой сіздер. Сіздер тікелей осы салада бәрін білуіңіз керексіздер. Мынау қазір ең соңғы жобаны түсіндіргені антитеррорлық стратегиясы деп аталады. То есть біздің ГТС аумағында қоршаулар пайда болады, тағы да өзгертеміз. То есть қазіргі таңдағы ең соңғы өзгерістерге байланысты өткенде мысалы 25 жыл қаңтар оқиғасы болды. Сол кезде біз әр өзінің объекттерімізге байқаған кезде мынау полицияның көмегімен охрана қойып жүрміз. Көрдіңіз ба? Енді өткен ол қауіпті аймақ мысалы байқаған бомба болып айтқан кезде біреу барып жасаған дәрісі жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті қазір біз өзіміздің аумақтарымызға жаңағыдай ең соңғы не дейді заманауи сәйкес қоршау қойып жатырмыз, камерасын қойып жатырмыз, сол мақсатта сіздерге түсіндіріп жатырмыз осы жобаны. Біздің аумақтарға рұқсатсыз кіруге болмайды. Балдарға айтып қойсаңыз, ойын балдарға айтып қойсаңыздар, рұқсатсыз кіруге болмайды. Өйткені біздің өзіміздің 24 сағаттық охранамыз бар, одан бері бұл полицияға жүгінеміз. Сол себепті оның бәрі әрі жазалануы мүмкін да. Сол үшін рұқсатсыз кіруге болмайды біздің аумақтарға. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсіндірсеңіздер айтыңыздар. Сонда жиналыстан мақсат, конечно, баяғы қалды. Сонда мен айтасында осындай баянды дополнительный жұмыстар атқарып жатырсыздар. Газдың ценасына несі жоқ па? Енді осындай жұмыстарына атқардық, трассада неғылдық, газ манан асады деп. Енді антимонополия деген бар да. Біздіңкі интергаздың жұмысы ол сырттағы газ жеткізіп беру, арыға бастап, арыға іштегі деталдар болды мысалы, сол сияқты біздер қазақтар аймақ деген бар. Ол бізден алып, арыға істерге беру. Дұрыс қой, сіздер жеткізіп бергенге ценаны көтерсеңдер. Біздің бағамыз бөлек, олардың бағасы бөлек. Олар оптовиктар ғой. Оптовик Нелер кастырыңыз жасай ма, құжат магазин. Сіздер текін жеткізіп бересіздер. Аяғаттан газды шығаратын, отходтарды шығаратығанда бәрі олар сіздер. Жоқ, бұл кісілер біздің жобамызда қорғап, сол сап береді қағаз жүзіне. Мен сұрақ қойып жатқан, қапқа келіп жатқан газдың качествосы сіздерге байланысты ма? Бізге байланысты. Сіздердің нәрселерді кейін подработкасыға. Бұл кісілер газ шығарады, бұл кісілер таратады. Бірақтан тазалығының бәрін бағалайды. Бұл кісілер де Bu yerda gazning kachitosi bo'lyapti-da. Odamlar anqalarga o'zgardi. Men o'zim o'ylayman, gazga havo qo'shilmaydi-ku. Havo qo'shilmaydi. Parlab ketadi. Odamlar ne deydi? Buni gazda choy qo'ysam tez qaynaydi, hozir qaynaydi. Ular gazga Мақсаты бұл экология жағынан газ деген жер астынан шығады ғой, ол деген бұл кісілермен жасалынбайды. Ол жер астынан шыққан газ ғой. Енді қараңыз, бізде газ ол бір тек бізден ғана бақыланбайды, ол үкіметтің өзімен бақыланатын газ да ол. Біз ғана алып біз бере салмаймыз сіздерге. Ол бір қарайды, тексереді, ол дұрыс па, дұрыс емес пе, зиян бар ма, жоқ па. Сосын барып халыққа ұсынылады. Sizler avtomobil бағада жеткізесіздер, бізге бағаны қоятын, ол антимонополия комиссиясы. Солар тексеру керек, солар бағаны бекіту керек. Сұрақтар бар ма? Қосымша сонда жиналысты қорытындылайық. Түсінікті. Қай жақтан келген бұл кісілерге де рахмет. Келіп халық алдынан өзінің жұмыс көрсетіп жатыр. Сапасы қандай болады, қай нәтиже бұл қазір түсіндік. Действительно, халыққа да бізде осы жерде жиналған ауыл билер, осы жақтың тұрғындары халыққа жеткізесіздер, төлеуіміз отыр, ақсақалдарымыз отыр, халықтың арасында жеткізесіздер. Газге ешқандай қосылмайды, қымыз емес, су құя салады. Рахмет, назар аударып тыңдағандарыңызға.
Жақсы, рахмет.